Hi guys, what's up? Егер де сіз ағылшын тілінде нөлдің әртүрлі жағдайда әртүрлі айтылатынын білмесеңіз, видеоны соңына дейін қараңыз. The first type is zero. Zero деп айтатын жағдай. Американдағы ағылшын тілінде zero деп қолданады көбінесе, сондай-ақ in temperature айтқан кезде, температураны айтқан кезде, for example, 10 degrees below zero деп айтамыз. The second type is O. O'да қандай жағдайда қолданады екенбіз? O'да біз after decimal point. Decimal point дегеніміз математикадағы ондық бөлшекті нүктеден кейін 0 келетін болса, бізде O деп қолданатын боламыз. For example, 2.02. 2,102 деп айтқан кезде қолданады екенбіз. Сондай-ақ in bus, room numbers, also in year. Тоқтала кетейік. Егер де автобус нөмірін айтатын болсақ, автобус 102-ші автобус болатын болса, 102 деп айтамыз. Егер де 302-ші бөлме дейтін болсақ, 302 деген секілді. Егер де жылға келетін болсақ, 2006 жылы деп айтатын болсақ, 2006 деп қолданады екенбіз. Okay, next type is nil. Nil деген түрде бар. Бұл нөлді біз қолданамыз. Болды ала кетейік, 2-де 0 деп қолданатын болсақ, 2-0 деп шотты есептеген кезде қолданамыз. Also, love деп те қолданамыз. Сіз бұны білдіңіз бе? Love деп теннис ойындарында. For example, 20 love. Теннис ойындарында есепті айтқан кезде қолданамыз. Нөлді айтудың келесі бір тағы жолы not. Notты қай кезде қолданамыз? Before decimal point. Ондық бөлшектік сан кездескен жағдайда нүктенің алдында кездессе 0, ол кезде біз notты қолданады екенбіз. Ал нүктеден кейін кездессе біз o'ды қолдандық. For example, 0.06. 0,106. So, see you. Subscribe to my channel and learn English with me.